Армысыздар, құрметті ағайын. Мен атым Бурахан Бақанов. Дәл бүгін мен Солтүстік Қазақстан облысы Шоқан Уәлиханов ауданындағы Амангелді ауылына келіп тұрмын. Бұл Амангелді ауылының тарихы өте керемет. Bir қызығы, заманында бұл ауылдарда мектептерінде шамамен мыңдаған балалар оқыса да, дәл қазір бұл ауылдар шетінен жабылып тынған. Сондай бір керемет ғажап ауылдың бірі ол Амангелді ауылы. Кешеге түсірген видеодағы Тілеусай ауылының жанынан шамамен бір 5-10 километр жерде ғана орналасқан бұл ғажап ауылда дәл қазіргі уақытта ешкім тұрмайды. Бірақ міне мынандай керемет үйлер өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай міне тұр. Бұл ауылдарда жаңағы соңғы адамдар 2015-2016 жылдары көшкенде, содан бері бұл үйлерде ешкім тұрмаған. Жалпы негізі мал шаруашылығына, жер шаруашылығына өте керемет ыңғайлы жер екені көрініп тұр. Көк майса, жаңағы малдың да қоңын міне қарап тұрсыздар, жергілікті азаматтардың, осы жердегі азаматтардың малы, міне жылқыларын осы жерге жинайды екен, қойларын осы жерде жинайды. Қысқасы айтқан кезде менің ұсынарым осы елді мекендерге көшкісі келетін Қытайдағы қандас ағайындар. Сіздер ар жақта мал шаруашылығымен айналысып, енді ата кәсіппен айналысқан азаматсыздар. Сіздер елге келгеннен кейін де ата кәсіппен айналысасыздар. Сол бір керемет балаларыңызды да қазақи мектепте оқытып, қазақ мектебінде оқытып, қысқасы айтқан кезде осы жерге келіп мал шаруашылығымен айналысып, бір жағынан осы ауылдардың қайтадан тірілуіне сеп болуға үлкен мүмкіндіктеріңіз бар. Мен сіздерге ұсынарым алдағы Тілеусай ауылындағы жаңағы ауылдағы туралы видеоны көрдіңіздер ғой. Ол ауылда мектеп те бар, бәрі бар. Мен сіздерге ұсынарым сол ауылға бала шағаларыңызбен көшіп келіп, өздеріңіз осы міне бос қалған Амангелдіге келіп, міне қаншама үйлер тұрып көріп тұрсыздар. Осыған келіп өмір сүрсеңіздер, нұр үстіне нұр. Ал дәл қазір уақытта бір үйді алып көрсетейік енді. Міне жанымызда тұрған үй, осында үйлер мына жерде көрдірен қарасаң, шамамен міне қатардың өзінде бір 6 үй тұр екен осындай. Анау жақтардан 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Анау жерде бір өтір екен, 15. Қысқасы бір 20 шақты үй бар міне шамамен осындай. Міне қараңыздар. Келді, тұра бер. Міне бір үйдің ішін сіздер үшін ашып көріп жатырмыз. Міне өздеріңіз көріп тұрсаңыздар, сәл-пәл жаңағы жөндеу жұмыстардан кейін ішінде тұруға болады. Бірден айтам, бұл жақта газ жоқ, отты қолмен жағасыздар. Одан кейін бұл елді мекен біріншіден өте алыс жерде, шекарадан шамамен 6 километр жерде ресеймен. Яғни Көкшетаудан шамамен бір 280 километр, Петропавлдан 360 километр болатын жер. Ал аудан орталығы, Уәлихановтың аудан орталығы Кішкене көлден шамамен 80 километр жер. Яғни осының бәрін ойланып келіңіздер. Бұл үйлердің бір жақсы Совет одағында заманда салғаннан кейін сапалы өте салынған. Кейбір жерлеріне енді шынымен жұмыс реттеу жұмыстары керек. Міне есігінің алдында мынандай кішкентай шошала, тіпті бәшнеңді қоятын көлік жай да бар. Сол себепті ағайын осындай бір керемет жерлерді біз шақырамыз. Жалпы негізі мемлекет ауыстыру деген ол оңай зат емес. Мемлекет ауыстыру деген бір шешеден жаңадан туғанмен тең. Яғни сен елге келіп жатқаннан кейін жаңа төлқұжат аласың, жаңа басқа да паспорттарыңды аласыңдар. Қысқасы айтқан кезде қазақ елінің азаматы болғаннан кейін ол құжаттарыңның мәселесін бәрін біз осы тәуекел ұйымы шешеді. Біз осы уақытқа дейін де қаншама адамның құжатын, Қытайдан келген азаматтардың құжаттарын жасағанбыз, оны өздеріңіз де көріп жатсыздар. Алдағы уақытта да жасай береміз. Қысқасы айтқан кезде мына жердегі бір артықшылық, егер сіздер осы Амангелді, Тілеусай ауылдарына көшіп келетін болсаңыздар, осы жақтың жергілікті азаматтары сіздерге бастарыңызға, отбасыларыңызда 15, 20, 30 гектар жер бөліп беруге заңды түрде, ресми түрде өздеріңіздің аттарыңызға байлап беру мүмкіндіктері бар. Тек бір ғана сіздерден өтініп сұрарларымыз,
осы ауылда 10-15 жыл мекендеулеріңіз керек. Осы ауылда 10-15 жыл мекендеп, көсіп, өніп, көбейсеңіздер, бұл ауылдың рахметі сіздерге сол болады. Өздеріңіз көріп тұрсыздар, жер өте кең бұл жақта. Мал шаруашылығына ыңғайлы болғандықтан, егін шаруашылығымен айналысатын азаматтар бұл жақта өте аз. Сол себепті жаңағы малымыз біреудің егініне кіріп кетіп, жаңағы айыппұл арқалайым деген ой сіздерде мүлдем болмасын. Мен бағанадан бері қарап жүрмін, жігіттерде айтады мына жақта. Жылқыны айғырдың өзі бағады дейді. Шынымен жылқыларын жібере салады, айғырлары өздері қарап жүреді. Одан кейін сиырлардың да қоңын қарап жатсыздар, қойдың да қоңын қарап жатсыздар. Осы міне Тілеусай ауылы Амангелді округындамыз. Мен мал ұстайым деген жігіттер осы Амангелді ауылында мал ұстауға ыңғайлы жер. Жері кен, суы. Мал ұстайым десеңіздер, ағайындар, келіңіздер. Көмектесеміз, бірлесіп мал ұстауға көмектесеміз. Жақсы. Қазір міне осы ауылдың жылқыларының қоңын байқаймыз. Міне біз жақтың жылқылары. Бір үйір жылқы. Бір үйір жылқы. Жалпы негізі елге келген ағайын шатасып, бір алыстағы ауылдарға бармаймыз деп қалаларға барады. Бірақ қалада өкінішке орай ата кәсіп мал бағумен айналысу мүмкін емес. Мен сіздерге алыс болса да осы Амангелді, Тілеусай ауылдарын ұсынамын. Бұл жерде егін шаруашылығымен айналысатын азаматтар аз, жері кең. Қысқасы мал бағам десең, мыңғыратып, 1000 жылқы айдайым десең де ешкім саған ештеңке демейді. Сол себепті сіздерге осындай бір керемет ауылдарға келуді ұсынамын. Жалпы мына Қытай елінде мал шаруашылығымен айналысып, осындай алыс жерлерде тұрған азаматтарға бұл таптырмайтын жер. Жақын кезде мұна қыстан шыққан малдың өзі арық сондай болып шығады ғой негізі. Бірақ біздің малдардың міне домаланған түрлерін өздеріңіз көріп тұрсыздар. Қысқасы айтқан кезде малға да жанға да жайлы. Мектебі бар. Міне мектебінің өзі кешегі мына Тілеусайдың ауылының видеосында көрсеткенде қазақ тілінде мықты оқытатын азаматтар, математика, өте білімді, білімпаз, спортсмен, сондай мықты мұғалімдер бар. Сіздердің балаларыңыз ол жерден осы Қазақстан Республикасы, тәуелсіз Қазақ Республикасының азаматы, мықты бір өкілі болып өседі. Ол нәрсеге сіздерде мүмкіндік бар. Сол себепті, құрметті ағайын, мен Бурахан, сіздерді Шоқан Уәлиханов ауданындағы Амангелді және Тілеусай ауылдарына шақырамын. Келіңіздер. Жалпы негізі бұл ауыл шамамен қай жерде орналасқанын сіздерге түсіндіру үшін картаны көрсетейін. Дәл қазіргі уақытта мен міне Петропавл қаласындамын. Көкшетау қаласы міне, Имантау, Айыртау ауданы міне, ал одан кейін міне Тайынша, Ақжар ауданы және Уәлиханов ауданының міне ол жерде тұрған Амангелді деген. Жалпы бұл ауылға шынымен қызықсаңыздар, онда міне Қуанышбек деген мықты жігіт бар. Номері 8771 219 35 51 номеріне хабарлассаңыздар, осы жігіт сіздерге ауыл туралы толыққанды ақпарат береді. Мені қолдайтын, мені танитын азаматтар, Қытайдағы көретін Дуин деген заты бар, WeChat бар азаматтар, осы видеоны барынша таратып жіберулеріңізді сұраймыз. Ал тәуекел, теріскей бізге аманат. Келіңіздер ағайын, біз сіздерді күтеміз.